Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бірге гнездышки тамағының жасалу тәсілімен және құрамымен бөлісетін боламын. Бізге бұл тағамды дайындау үшін ең артымен тартылған ет қажет болады. Және де көкөністерден пияз, сарымсақ, сәбіз. Сонымен қатар осындай гнездышки, яғни ұяшық тәрізді макарон қажет болады. Ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып тазалап аламыз. Бірінші кезекте пиязымызды осылай жіңішке етіп бірнеше бөліктерге бөліп, кішкентай етіп турап шығамыз. Пиязды ұсақ етіп тураған дұрыс, себебі біз бұл пиязды ең алдымен тартылған етке қосамыз. Тартылған етке қосқан кезде, егер пиязды ұсақ етіп турасақ, ол байқалмай және де тағамымызға ерекше дәм беретін болады. Видеодағыдай пиязды дәл осылай турап шығып, тартылған етімізге қосамыз. Сонымен қатар тартылған етке қауларыңызға қарай бұрыш, тұз және де өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіш түрін қоссаңыздар да болады. Мен өз жағдайымда тек қана тұз қостым және кішкене жарты кеседей су қостым. Сонда тұзымыз жақсы етімізге сіңетін болады. Тұзымызды салып болған соң осылай жақсылап араластырамыз. Тартылған етімізді осылай дайындап қойып, келесі кезекте тағамымыздың басқа бөліктерін турап дайындауға кірісеміз. Тазартып алған сарымсағымызды видеодағыдай өте ұсақ етіп турап шығамыз. Осылай бірнеше тіліктерге бөліп ұсақтап турап шығамыз. Және де сарымсақтан кейін келесі кезекте пиязымызды турайтын боламыз. Пиязымызды ұсақ етіп осылай бірнеше тіліктерге бөлу арқылы көбіктап, майдалап, турап шығу қажет болады. Пияз бен сарымсағымызды осылай видеодағыдай турап алып, жеке ыдысқа салып қоямыз және келесі кезекте жуып, тазартылған сәбізімізді үккіштен өткізетін боламыз. Үккіштің дәл осындай жақ бетінен өткізгендеріңіз дұрыс болады. Сонда сәбізіміз қуырғанда тез жылдам пісетін болады. Осылай үккіштен өткізіп шығамыз. Келесі кезекте макаронымызды ашып аламыз және де оның үстінде осындай ұяшық тәрізді, яғни гнездышка пішіндегі оралған макарондар болады. Осы макарондарымызды шығарып дайындап алып, үстінен дайындап қойған тартылған етімізді салып шығатын боламыз. Тартылған етімізді осылай үлкен ас қасықпен бір қасықтай көлемде алып, макаронымыздың бетіне осылай нығыздап орналастырып шығу қажет. Макарондарымыздың барлығына осылай қайталап салып шығамыз. Гнездышка тағамы өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде үйлеріңізде кешкі асқа жасап көріңіздер. Тек қана сиыр етінен ғана емес, қой еті немесе тауық етінен тартылған еттен де жасай берсеңіздер болады. Мен өз кезегімде сиыр етін қолдандым. Бұл тағамның дайындалуына шамамен 20-25 минуттай ғана уақыттарыңыз кетеді. Кешкі асқа дайындағанға өте ыңғайлы тағам түрі. Менің YouTube каналымнан бұдан да өзге қызықты және де оңай дайындалатын тамақ түрлерін көре аласыздар. Барлығын дайындап болған соң қызып тұрған қазанымызға сәл ғана мөлшерде сұйық майымызды құямыз. Оның үстінен туралған сарымсақ және пиязымызды салып қуыратын боламыз. Осылай араластырып отырып, сары түсті болып, жақсылап қуырылғанша қуырып шығатын боламыз. Және де одан соң үстінен үккіштен өткізіп дайындап қойған сәбізімізді салып шығамыз. Сәбізімізді жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Оның үстінен ас қасықпен жарты ас қасықтай тұз саламыз және де томатымызды құятын боламыз. Мен томатты бірден суға араластырып қостым. Сонда тез жақсы томатымыз қуырылатын болады. Осылай жақсылап араластырып,
5 минуттай уақытқа қуыруға қалдырамыз және қауларыңызға қарай бұрыш немесе өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіш түрін қоссаңыздар да болады. Видеодағыдай бір жақсылап қайнатып 5 минуттай уақытқа қайнауға қалдырамыз. Сәбізіміз жартылай пісу қажет. Содан соң оның үстінен осылай дайындап болған ұяшықтағы макарондарымызды дайындайтын боламыз. Олардың барлығын осылай тізбектеп қуырылған сәбіз бен пиязымыздың үстінен салып шығамыз. Осылай бір-бірінің үстіне салып орналастырамыз. Барлығын салып шыққан соң оның үстінен суымызды құятын боламыз. Суды құйған кезде міндетті түрде макарондарымыздың көлемінен сәл асып тұру қажет. Сонда макаронымыз толықтай жақсы пісетін болады. Тамағымыз қайнаған соң астын басып 20 минуттай уақытқа пісуге қалдырамыз. Осымен менің тағамым дайын. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.